Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын зебра пирогының рецептімен бөлісемін. Құрамына керекті заттарымыз: сары май, қопсытқыш, қаймақ, ұн, какао, жұмыртқа және де қант. Ыдысымызға ең алдымен жұмыртқамызды және де қантымызды салып, миксермен ағарғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне заттарымызды араластырып алдық. Енді ерітілген сары майымызды және де қаймағымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Міне араластырып алдық. Енді қопсытқышымызды да салып жақсылап араластырып аламыз. Міне араластырып алдық. Електен өткізілген ұнымызды 2 бөлікке бөліп қосамыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Міне қамырымыз толықтай біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Міне араластырып алдық. Қамырымыз осылай болып тұруы керек. Енді осыны 2-ге бөліп аламыз. Мен екеуін де теңдей бөліп алдым. Бөліп алғанымызды енді біреуіне какао ұнтағын қосып жақсылап араластырып аламыз. Міне жақсылап араластырып алдық. Осылай болуы керек. Алдын ала дайындап қойған ыдысымызға қамырларымызды ас қасықпен біртіндеп отырып құйып аламыз. Қамырларымызды салып алдық. Енді ағаш таяқшамен осылай өрнектесеңіздер болады. Видеодағындай қайталасаңыздар да болады. Қамырымыз дайын болды. Пешімізге 180 градусқа 40-45 минут қаптай пісіріп аламыз. Міне пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт тексерілген, оригинал рецепт. Бәрі видеоның описаниясында жазылған. Видеоны соңына дейін қарап, видеом сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген рецептер шығады. Сол себепті менің YouTube каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.